Қытайда оппозиция бар ма дейді. Қытайда оппозиция не қылсын? Қытайда ұқсамаған көзқарастағы заңгерлер, саяси ұстанымдағылар бар, бірақ оның өзін қастықпен өлтіріп, неше түрлі зұлымдық жасап, көзін құртып, соттап, сөйтіп жатады. Мысалы, мен енді бұл арада тағы бір көңілсіздеу бір ақпаратты естідім. Міне жазыпты Нұрғазы Әсел Болатқызы. Әсел Нұрғазиева, міне жап-жас қарындасымыз өмірден озыпты. Бұл енді Жален Төлепов көшесі 2 дейді. Бұл енді батыс жақтың қызы болса керек. Бұл енді Нұрғазы Әсел белсендеді. Жаңаөзен оқиғасы бәр кезде жүрген кісі еді. Жап-жас кетті. Міне Ринат Рапқат жап-жас кетті. Оның алдында Ақтөбеде бірнеше белсенді белгісіз жағдайда ен далада өзен бойында асылып өлді деп асып кетті. Жалпы байқадыңыздар ма? Батыста Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы шексіз билігі бар бір құпия мекемесі бар сияқты. Осы Атырау, Ақтау, Ақтөбе, осы жақтарда белсенді азаматтарды қастандықпен өлтіруге, арнайы кіші жүздерден шыққан от жүректі, рухты азаматтарды өлтіруге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы рұқсаты бар, лицензиясы бар, қарақшылық, қанішерлік тобы жұмыс істейтін сияқты. Себебі бұл батыстан шыққан азаматтардың міне бірнеше аптаның ішінде екінші өлімі. Біреуі Ринат Рапқат, екіншісі міне Әсел Нұрғазы. Ал одан бұрын Ақтөбеден бір жолдың өзінде 3 ба 4 сондай белсенді белгісіз жағдайда өлді. Бәрін өзіне қол жұмсап, анау мынау деді. Өлтіреді, тасып кетеді. Мысалы. Немесе алдымен денесіне укол салады, жансыздандыратын, тірі күйінде өкпесі бар, сосын апарып, жаңа былқ-сылқ кетіп жатқан, жансыздандырған укол салған адамды барады да аса салады. Болды. Өз асылып қапты дейді. Сап-сау жүрген адамдар. Міне, сондықтан бұл билік неден қорқады? Билік кіші жүздерден қорқады. Бұл жерде олар Назарбаев ұлы жүз болып, Тоқаев Жалайыр ұлы жүз болып, Назарбаев ұлы жүз шапырашты болып, ұлы жүздің халқын бақытты баяшатты қылайын деп, ұлы жүз үшін еңбек етіп отырған жоқ. Ол кіші жүздердің ерлік рухты өршіл азаматтарынан қорқады. Сондықтан олар батыстан шыққан барлық белсенділерді осындай қастандықпен өлтіруі мүмкін. Мен өз басым осындай ойға келдім.